7-ші сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні 3-ші тоқсан. Төрттілік мал мен егіншілік ел берекесі, Наурыз мейрамы, ақ мол болсын, ұлысы оң болсын бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бағалау критерийі. 1-2 тапсырма бойынша. Мәтіндегі деректерді қолданады, көтерілген мәселе туралы өз ойын дәлелдеп жеткізеді. Дескрипторы. Мәтін мазмұнын баяндайды. 1 балл. Көтерілген мәселе туралы өз ойын дәлелдеп жеткізеді. 1 балл. Негізгі ақпараттарды анықтайды. 1 балл. 3-ші тапсырма. Бағалау критерийі. Суреттерді пайдаланып, досына хат жазады, оқшау сөздерді қолданады, тыныс белгісін дұрыс қояды, ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлемдерді қолданады. Дескрипторы. Суреттерді пайдаланып, досына хат жазады. 1 балл. Оқшау сөздерді қолданады. 1 балл. Тыныс белгісін дұрыс қояды. 1 балл. Ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлемдерді қолданады. 1 балл. 1-ші тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын баяндаңыз. 2-ші тапсырма. Көтерілген мәселе туралы өз ойыңызды дәлелдеп жеткізіңіз. Мәтіннің тақырыбы ұлыстың ұлы күні. Ежелгі күнтізбеге сай қазақ халқы жаңа жылдың келуін 22-ші наурыз күні деп есептеген. Көктем кеп күн мен түннің теңелуіне байланысты жаңа күн деп санап Наурыз мейрамын тойлаған. Наурыз мейрамын қазақ халқы 21-23 наурыз аралығында 3 күн бойы тойлайды. Наурыздың келуінің өзі жаңару дегенді білдіреді. Наурыз күні шаңырақта үлкен дастархан жайылып, келер жылда молшылық, байлық болсын деп ниет етіп, үлкендер бата берген. Соған байланысты ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамының басты белгісі ретінде Наурыз көже пісіріледі. Ол 7 түрлі заттан жасалады екен. Ұлттық тағамға қосылатын 7 түрлі зат біріншіден 7 аптаны білдіреді, сонымен қатар 7 саны ежелден қасиетті сан деп саналады екен. 3-ші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, осы оқиға туралы баяндап, алыстағы досыңызға хат жазыңыз. Хатта оқшау сөздерді қолданыңыз, тыныс белгілерін қойыңыз, ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлемдерді қолданыңыз. Жағдаят. Сіз ата-анаңызбен бірге ұлттық аспаптар оркестрінің концертіне бардыңыз. Концерт ұнады ма, ұнамады ма? Неліктен? Қандай сезімде болдыңыз? Үлгіге қарап жауап берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.